Мәслихатының кезекті 43-ші сессиясы шақырылып отыр. Сессияға аудандық мәслихаттың 14 депутатынан 12 депутат қатысып, 2 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3/2-сінен кем емес болғандықтан, сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсынысты, егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезекті 43-ші сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ. Сессияны ашу келісілді. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өз басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезекті 43-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезекті 43-ші сессиясына аудан әкімінің орынбасары Алмат Әбдуәзизұлы, мәслихат аппараты, аудандық бөлім басшылары, кент және ауылдық округтың әкімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 8 мәселе қаралған болатын. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Соған орай күн тәртібін тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетіндігін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу атты Қазақстан халқына жолдауында айтылған міндеттерді іске асыруға байланысты аудандағы атқарылып отырған жұмыстардың жайы туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі ауданы әкімі аппаратының басшысы Карим Ғалымжан Болатұлына беріледі. Бір баяндамасын тыңдасақ кетеді, құрметті әріптестер. Не айтасыз? Кеше уақытша жұмыс тобында талқыланған бұл жаңа тұрақты талқыланып отыр. Жалпы енді аудан енді цифрлану саласында ілгерілеушілік бар ғой, бар ел бойынша қазір соңғы енді заман талабы, президентіміз де кеше жолдауда айтып жатыр, кеше басқа жиында да басты мәселе осы жұмыстар. Қазір кеше айтып отыр, соны 41 қызмет түрі, яғни салалар айтты, үлкен қызмет барлығы электрон түрде, ешқандай үйде тұрып алуға болады. Сонымен қатар жаңағы документолог бар, көмекші бар, жаңағы өтініш арқылы да біраз жұмыстар жүріп жатыр, енді цифрландыру. Бірақ бұмен енді тоқтап қалуға болмайды. Енді ауылдық жерлерде әрине проблемалар бар, кеше интернет жоқ жерлер бар енді біз ауданымызда. Соған енді Қазтелеком бола ма, Транстелеком бола ма, соны мына әкімшілік тарапынан жаңағы күштеп жаңағы соны жүргізуге, сосын мына Шиелінің ішінде жаңағы жоғары жылдамдықты жолақты желілер салуға бастаған. Қарағанды бұл неше жылдық бағдарлама екенін қайдам енді. Сондай бір ілгерілеуші Қазтелекомның жағынан не қылсақ енді қазір өзекті мәселе болғанмен енді онда енді қазір күнде естіп жатырмыз, алаяқтық, қорғаныс жағын халыққа түсіндіру, мысалы мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желілер арқылы осы алаяқтықтан сақтануды басты үлкен бір проблема болып тұр қазір. Сосыны біз халыққа түсіндіру жұмыстарын бір жалпы бір бағдар ретінде алып не алады кез келді қазір. Қаншама енді қарап отырсаң, қазір осы 3 адамның екеуінде проблема бар. Бірнесі қалып кетеді, соге оған хат берсе жауап бермейді, сотқа барса таусылмайды, соттасып соның сөзін шыны керек енді. Бір сәл бастап кеткен қателік, ол арғай шиеленісіп кете беретін заман болды қазір.
Сондықтан сонда мына қорғаныс жағын, мына қауіпсіздік жағын мына бір көп көңіл бөлу керек сияқты осы. Жақсы. Енді мемлекеттік мекемелерде енді қауіпсіздік не отқан шығар. Жеке адамның әрқайсымызда смартфонымызда барлық деректеріміз бар ғой, базадан жаңағы деректер базасы бар. Сондықтан соны халық соны түсіндіру жұмыстарын алып қойсақ. Жалпы тыңдалып отыр мына әріптестерді қолдаймын енді. Дауыс қойсақ. Түсінікті. Қазбек Алтынбекұлы. Енді бұл жаңа сала болғаннан кейін енді мамандар жөнінде бір ақпарат бар ма біздің аудан бойынша? Жетіспеушілік, болмаса жоқ жоспар бар ма, дайындық осы әрбір салаға осындай мамандар дайындалып, арнайы оқуы болып дегенде сияқты ғой. Енді дәл ондай қазір мысалға қазір мынанша маман жұмыс істейді деген менде ақпарат жоқ, бірақ өзіңіз білесіз ғой, енді қазір бұл IT саласы өте бір айтады жаңа керекті салалардың бірі болып тұр. Қазіргі жастардың да мысалға қазір жұмысқа келгендердің 5 адам келсе, оның 3-і айтишник болып келіп отыр бізде. Мысалға жаңа жұмыс сұрап келеді ғой бізге. Жаңа сосын бізде жаңа білесіздер, GPA деген қазір неміз бар. GPA 3-33 болса, конкурсы процедурасы салаламыз жұмысқа. Соларында мысалы көбісі IT саласында жұмыс, IT несін оқуын бітіргендер көбісі я. Сондай енді IT-дің ішінде де өздерінің жаңа бөлінетіндер бар, бірақ сондай сол информационный технологияны бітіргендер барлар. Енді әкімдік тарапынан да бір шамалы жүйе болу керек қой деп отқаным ғой, өйткені олардың да бітіріп келіп жатқандарын әртүрлі сала негізі айтишниктерде. Иә, солға айтып отқаным жаңа IT-дің да саласы бар ғой ішінде оның. Біздің понятиеда ол IT деген общий бір сала деп ойлаймыз, бірақ негізінде безопасность өзінің программирование өзінің бөлек салалары бар ішінде. Хабарламашыға сұрақ ұсыныс бар ма? Жоқ болса, құрметті депутаттар, бұл мәселе өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобалар сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Отырыңыз. Күн тәртібіндегі екінші мәселе. Таза Қазақстан жалпы ұлттық акциясы аясында аудан аумағын көгалдандыру, қоқыс шығару және экологиялық жағдайды жақсарту жұмыстары туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Аманжолов Ғабит Сейілбекұлына беріледі. Құрметті Шешімге өзгерсін. Құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобалар сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе. Аудан аумағындағы қоғамдық көліктің сапасы, автомобиль жолдары мен жол белгілерінің жайы, жол қауіпсіздігі және жол көлік оқиғаларын азайту шаралары туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Ғабит Сейілбекұлына беріледі. Құрметті депутаттар, рахмет. Бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жоба сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Бұл мәселе бойынша жаңа кемшіліктер мәселесін естиміз. Оны өзгеріс ендіреді ғой. Шешімге өзгеріс ендіреміз ғой. барлық өзгертеміз. Дауыс берейік. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша 2026-30 жылдарға арналған Шиелі ауданының даму жоспарын бекіту туралы Шиелі аудандық мәслихатының 2025 жылғы 30 желтоқсандағы нөмір 40-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі ауданы әкімінің орынбасары Алдабергенов Алмат Әбдуәзизұлына беріледі. Рахмет, құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жоба сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе. Шиелі ауданының коммуналдық меншігіндегі мүліктерді жекешелендіру туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз
аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Маратжан Асқарбекұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы Мұрат Өскенбайұлы, құрметті депутаттар. Құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 6-шы мәселе бойынша аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 30 желтоқсандағы Шиелі ауданының жер комиссияларының құрамын және комиссия туралы ережені бекіту туралы нөмірі 22-де 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы Мұрат Шайтмағамбетұлына беріледі. Құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе. Шиелі ауданы әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі ауданы әкімі аппаратының басшысы Ғалымжан Болатұлына беріледі. Құрметті Мұрат Өскенбайұлы, құрметті депутаттар, өздеріңізге белгілі. Құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе. Шиелі аудандық мәслихатының 2023 жылғы 30 наурыздағы 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиялары туралы нөмірі 1/5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз өзіме беріледі. Айтып өтейін ба жаңағын? Құрметті депутаттар, бұл мәселеде өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті 43-ші сессиясын жабық деп жариялаймын.